Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін сыртқы жиынтық бағалауға дайындықтың 3-ші сабағы. Алдыңғы 2 сабақтардың ссылкасын саламын, содан қарап алыңыздар. Так, бүгін 7-ші есепке келдік. Функцияның кері функциясын тауып, олардың графиктерінің эскиздерін салыңыз дейді. Демек, кері функция табу дегенді біз қарастырдық. Берілген функцияның кері функциясын табу үшін біз x пен y-тің орындарын ауыстырамыз. X-тен болады y квадрат минус 3-ке. Так, ауыстырмай сразу жаза салайын. Осы күйінен x-ті өрнектей салайын. Негізі орындарын ауыстырып y-ті таба қойсаңыздар да болады. Маған бірінші x тауып, сосын орын ауыстырған тиімді. X квадрат тен болады y плюс 3-ке. Осыдан x-ті табатын болсақ, түбір астында y плюс 3-ке тең. Болды. Яғни x пен y-тің орындарын ауыстырамыз. Бұл жерде өзі x-тің орнын ауыстырған кезде орнына x-тің орнына y деп жазамыз. Кері функциясы, яғни f минус 1 x деп жазамыз. Яғни f от x-ке кері функцияны біз f минус 1 x деп белгілейміз. Тең болады, y-тің орнына x қоямыз. x плюс 3-ке. Міне, кері функциясын жазып алдық. Енді олардың графиктерінің эскиздерін салыңыз дейді. Демек, координаталық жазықтық сызамыз. Так, қазір. Неге қарайсың? Так, y өсіміз. Так, x өсіміз. Бірінші функция бізде y-тен болады x квадрат минус 3 деген функция. Берілген функцияда x 0-ге тең болса, y минус 3-ке тең. Минус 1, минус 2, минус 3. Менде енді масштаб сақталмай қалады. Енді y 0-ге тең болса, онда x-тен плюс минус түбір асты 3. Түбір асты 3 деген, ол 1 мен 2-ның арасындағы сан, минус 2, минус 1 болса, 1, 2 болса. Яғни түбір асты 3 деген 1,17 шамасында, кішкене 2-ге жақындайды. Сонда ол бізде мынандай парабола. Тармағы жоғары қараған, парабол төбесі минус 3-те, 0-де минус 3. Так, осындай парабола. Эскизін салыңыз дегесін, ол жобасын салыңыз деген сөз. Бізге 3 нүкте жеткілікті. X 0-ге тең болғандағы y-ті тапсақ жеткілікті. Y 0-ге тең болғандағы x-ті тапсақ жеткілікті. Плюс минус түбір асты 3. Шамамен 1,17. Так, бастапқы функцияның графигін салдық. Бұл бізде f от x функциясының графигі. Енді кері функцияның графигі. Бұл жерде түбір асты x плюс 3-тің графигін салғанда x плюс 3 артық неместен 0, анықталу болса. X артық неместен минус 3. Яғни минус 3-тен шексіздікке қарай кететін жарты парабола, түбір асты x-тің графигі. Демек, минус түбір асты 3 деген мына бой. Осыдан былай қарай кетеді, жарты параболаға салатынымыз. Так, басқа цветпен салайық, жарты парабола. Так, x 0-ге тең болса, y түбір асты 3-ке тең, яғни 1, 2, 3 болса, түбір асты 3 деген шамамен мына жерде. Сонда мына графикті былай қарай сызамыз. Осыдан мына шексізге қарай кетеді. Болды. Берілген кері функцияны таптық, олардың графиктерін бір координаталық жазықтыққа сыздық. Сонда есебіміз аяқталды. Так, 5 ұпайды қоямыз. Бірінші, мен жағдайымда x-ті ықшамдап алдым. Бірінші ұпай кетеді. Кері функциясын жаздым. Так, одан кейін берілген функцияның графигін салдым. Баста функцияның графигін салдым. Кері функцияның графигін салдым. Значит, мүжеде x квадрат тен y плюс 3 деп өрнектегенге бір ұпай қоятын болармыз. Потому что мүжеде мен өже толық ұпайларымды қойып шықтым. Мынаған ұпай қоймаймыз. Соңғы екі графикке 2 ұпай кетеді.
Так, осымен біз 5 ұпайымызды толық аламыз. Так, 8-ші есеп. Синус 2 арк косинус 13-тен 12-дің мәнін есептеңіз дейді. Демек, біз арк косинус 13-тен 12-ні альфа деп белгілесек, арк косинус 13-тен 12-ні альфа деп белгілесек, онда бізде косинус альфа 13-тен 12-ге тең. Сонда бізге табу керек синус 2 и мына бізде альфа деп белгіледік, 2 альфаны деген сөз. А біз білеміз, синус 2 альфа дегеніңіз, ол сізде 2 синус альфа косинус альфаға тең екенін. Демек бізде косинус альфа бар, табу керек синус альфаны. Уже синус альфаны табу үшін кез келген методты қолданасыздар. Мысалы, бірінші жағдайда немен тікбұрышты үшбұрышпен тауып алуға болады. Тікбұрышты үшбұрыш сызсақ, бір бұрышны альфа деп белгілесек, біз білеміз, косинус деген іргелес жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы екен. Демек, бізге синус альфаны табу үшін, ол бізде синус альфа қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы. Демек, қарсы жатқан катетті табу үшін Пифагор теоремасын қолданамыз. Яғни бұл бізде x болса, онда x дегеніңіз гипотенузаның квадратынан азайтамыз катеттің квадратын. Сонда ол бізде 13 минус 12, 13 плюс 12 деп жіктеп жіберсек, 13-тен 12 алсам менде 1 болады. 13-ке 12 қоссам 25 болады. Значит, 5. Демек, бізде синус альфа 13-тен 5 деген сөз. Арғата орнына қоямыз. 2 синус альфа дегеніміз 13-тен 5-ке тең болды. Косинус альфа дегеніміз 13-тен 12-ке тең болды. Арғата есептейміз. Бізде қысқаратын ештеңе жоқ. Демек, 13-ті 13-ке көбейтеміз. 169. 2-ні 5-ке көбейтсек 10, 10-ды 12-ке көбейтсек 120. Значит, 169-дан 120 деген шығады. Так. 169-дан 120. 10, 12, 120. Жақсы. Енді екінші әдіс. Екінші әдіс бізде синусты табу үшін біз негізгі тригонометриялық тепе-теңдікті білеміз, яғни синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа тең 1-ге деген. Осыны қолдансақ болады. Сонда бұл жерден бізге синус квадрат альфа белгісіз, косинус дегеніміз 13-тен 12. Значит, 13-тен 12-нің квадраты деген сөз, 169-дан 12-нің квадраты 144. Осыдан синус квадрат альфаны табатын болсақ, 1-ден азайтамыз 169-дан 144. Сонда бізде шығады 169-дан, ортақ бөлім 169-дан келеді, значит 25. Осыдан синус альфаны табатын болсақ, 13-тен 5 деген сөз. Яғни бұл жерде плюс-минусы бар. Біз косинуста плюс болғандықтан, синустан да плюсын алдық. Так, 169-дан 120. Так, енді бұл жерде ұпайды қайда қоямыз? Бір сәт ойланып көріңіздер, бұл есепке бізде 3 ұпай берілген. 3 ұпайды қайда қоюға болады? Бірінші ұпайды қолданамыз. Косинус альфаны есептегенімізге 1 ұпайымыз кетеді. Екінші ұпайымыз бізде формуланы қолдану арқылы біз синусты тапқанымызға қоямыз. Яғни кез келген методты қолданасыз. Мысалы, бірінші жағдайда да қолдансаңыз болады, или екінші жағдайда қолдансаңыз болады. Бұл жерде маңызды емес. Кез келген методты қолданамыз, синусты мәнін табамыз. Үшіншісі ответке қойылады. Дұрыс есептегенімізге. Осы 3 этапты да дұрыс орындап шықсақ, онда біз 3 ұпайымызды толық ала аламыз. Так, келесі есеп. Центрден 7-ге тең қашық П нүктесі арқылы радиусы 11-ге тең шеңбердің ішінде ұзындығы 18-ге тең хорда жүргізілген. Демек, шеңбер сызайық. Так. Мен шеңберді барынша әдемі сызуға тырыстым. Так, мына бөліп кетіп кетті.
Çemberin centri. Centerden 7'ge teң қашықтықта. P нүктесі. Мына центри, мына P нүктесі. Мына қашықтық бізде 7-ге тең. Радиусы 11-ге тең шеңбердің ішінде дейді. Ұзындығы 18-ге тең хорда жүргізілген. Мына P нүктесі арқылы өтетін хорда жүргізілген. AV деген хорда болсын. P нүктесі хорданы қандай бөліктерге бөлетінін анықтаңыз дейді. Яғни AP мен PV-ның ұзындығын табу керек. Берілген ұзындықты табу үшін берілген ұзындықты табу үшін біз жалғастырайық. Былай қарай созып жіберейік. Мынадан былай қарай созайық. Ары қарата бізде радиус 11-ге тең болды. Мына жер 11-ге тең. Мысалы, С да болсын. Жерде бізде P нүктесі. Ал мына С P дегеніңіз ол бізде 4-ге тең. Себебі радиус 11-ге тең ғой. Радиусқа дейінгі мына жердегі бөлігіңіз 7-ге тең болса, сәйкесінше мына бөлігіңіз сізде 4-ге тең. Сонда біз 9-шы сыныпта өттік. Дөңгелектегі пропорционал кесінділер деген тақырып. Қателеспесем, сондай болу керек. Дөңгелектегі пропорционал кесінділер. Сонда біз мынандай нәрсе қарастырдық. AP мен мына екі хорда қиылысқан кезде, яғни AB мен CD деген екі хорда P нүктесінде қиылысатын болса, онда бізде мынандай теңдік орындалады дедік. Яғни AP көбейтілген PV ол тең болады SP көбейтілген PD-ға. AP дегеніңіз не? Бір кесіндіні X деп белгілесеңіз, екінші кесінді 18 минус X-қа тең болады. AB-ның ұзындығы бізде 18-ге тең. Сонда AP дегеніңіз X-қа тең болса, PV дегеніңіз 18 минус X-қа тең. SP дегеніңіз 4-ге тең, PD дегеніңіз 7, 11, значит 18-ге тең. Ары қарата біз X-ке қатысты теңдеу шықты. Осы теңдеуді ары қарата шешеміз. Ақшаны ашамыз. 18x минус x квадрат тең болады. 4-ті 18-ге өйтсек 72. Демек x квадрат минус 18x плюс 72 тең 0-ге деген шықты. Ары қарата берілген квадрат теңдеуді Виет теоремасымен шығаруға болады, немесе дискриминантпен шығаруға болады. Кез келген әдісті қолданасыз. x1 мен x2-ның мәнін табамыз. Мысалы, Виетті қолданатын болсақ, қосындысы 18-ге тең, көбейтіндісі 72-ге тең санаттауы керек. Яғни, бұл жерде минус 18 болса, значит, қосында плюс 18 болу керек, қарама-қарсыдан. Ал бұл көбейтіндісі бос мүше. Демек, қосқанда 18, көбейткенде 72 шығатынса, ол 12 мен 6. x1 мен x2-ні таптық. Енді бізде AP деп отырғанымыз x-ға тең, яғни x 6-ға тең болатын болса, онда PV сәйкесінше 12-ге тең болады. Демек, жауапты жазамыз 6-да 12. Бұл есепке бізде 3 ұпай беріледі. Енді 3 ұпай қайда беріледі? Бірінші ұпайымыз бізде міне пропорционал кесінділердің қасиетін қолданғанымыз үшін бір ұпайымызды аламыз. Мына шыққан квадрат үш мүшені дискриминант арқылы шешкеніміз үшін, яғни шешу жолына беріледі метод. Ответке беріледі сәйкесінше. Осы үші этап бізде толығымен жазылса, онда біз үш ұпайымызды толық ала аламыз. Келесі 10-шы есебіміз берілген шекті есептеу керек. Яғни x 1-ге ұмтылғанда синус 2 көбейтілген x минус 1-дің x минус 1-ге қатынасы. Біз тамаша шекті білеміз. Лимит x 0-ге ұмтылғанда синус kx-тің kx-ке қатынасы 1-ге тең дегенді. Біз осындай тамаша шекті білеміз. Демек, біздің есеп соған сәйкес келе жатыр. Бұл жерде x 1-ге ұмтылады депті.
Бізге x бірге ұмтылғанда орнына қойсаңыз, сізде 0 бөлінген 0 деген шығады, яғни анықталмағандық шығады. Сондықтан біз уже есептің шартына уже тамаша шекке келетінін байқауымыз керек. Сондықтан x минус 1-ге t деген белгі енгізетін болсақ, x минус 1-де t деген белгі енгізсек, онда бізде x 1-ге ұмтылса, t 0-ге ұмтылады, яғни x 1-ге ұмтылғанда t 0-ге ұмтылады деген, мына x орнына 1-ді қойсаңыз, t тең 0 деген шығады, яғни t 0-ге ұмтылып жатыр. Демек, бізде лимит уже x 1-ге ұмтылады дегенде, уже x-ті біз t-ға өзгертіп жатырық, t 0-ге ұмтылғанда синус 2t-ның t-ға қатынасы деген шығады. Осы жерден ағата бізде синус kx бөлінген kx болу керек. Яғни k-ны табу үшін, яғни бізде міне k 2-ге тең болып тұр ғой, онда мына t деген t-ның қатында 2t болу керек. 2t болу үшін біз бөлшектің алымын да бөлімін де 2-ге көбейтіп жібереміз. Яғни 2-ге көбейтеміз, 2-ге көбейтеміз. Яғни 2 мен 2 қысқарып кетсе, бастапқы бөлшегіміз сол күйін сақтайды деген сөз. Сондықтан, ары қарата біз мына 2-ні шектің алдына шығарып жібереміз. Сонда 2 лимит t 0-ге ұмтылғанда синус 2t бөлінген 2t деген шығады. Бұл бізде уже тамаша шекті береді. Яғни 2 көбейтілген 1, ол бізде 2-ге тең болады. Енді бұл есепте бізде 3 ұпай. Тағы да ойланып қараңыздар, 3 ұпай не үшін беріледі? Бірінші ұпайыңыз алмастыруларды қолданғаныңыз үшін, яғни x минус 1-ді t-ға тең деп белгі енгізіп, ары қарата t 0-ге ұмтылғанда деп алмастыру орындадық. Осы үшін бір ұпайымызды аламыз. Бұл бізде метод. Екінші ұпайымыз бізде тамаша шекке келтіріп жатырмыз. Осы үшін екінші ұпайымызды аламыз тәуелсіз. Үшінші ұпайымыз сәйкесінше ответ. Жауапқа үшінші ұпайымыз беріледі. Енді бұл жерде x минус 1 тең болады t деп белгіні енгізбей ақ, сразу жерге x минус 1 0-ге ұмтылғанда деп сразу x минус 1 менде шығарып кетсеңіз болады. Так, бүгінгі қарастырған 4 есебіміз осындай. Қоятын сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазуларыңызға болады. Сонда біз бүгін қарастырдық. Тамаша шекті қарастырдық. Так, дөңгелектегі пропорционал кесінділерді қарастырдық. Сосын қарастырдық синус 2 альфа, яғни тригонометриялық функцияларды қарастырдық. Арк косинус ол бізде уже кері тригонометриялық функция. Так, сосын қарастырдық функцияға кері функцияны тауып, оның графиктерін салуды. Так, осындай сабақтарды қарастырдық. Үйден тағы да қайталаңыздар. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар. Сабақ болса, сау болыңыздар.